Ассалаумалейкум, кентаускилар. Мына жерде кеше лампышка қойған, бірақ күймей қалды ма, жанбай қалды ма, не болып кетті? Қалған жерге бәр жерде лампышка тұр. Кеше қойды, бүгін 20 наурыз. Мынандай китайский лампышка болып кетті ма, не болып кетті бұл? Мына жерге қойды. Мен 2 рет видео түсіріп ем, сразу ауыстырды. Бірақ кеше дәл мен өзім көргем, мынақа қойды. Так, мына корейский 17 метр берген өлген адамға. 17 метр жекеменшік беріп қойған, бұл өлді бұл. Мына жер менікі, мен жазда ғана істеймін, переносной. Жазда. 30 жыл болды, сенбейсіңдер. Бұның бір несін шеше алмай жатырмын. Барасын, архитектура анеқа жібереді. Земельный мнеқа жібереді. По нарастающей болады ғой бұл. Мысалы, Асқар Баубек негіз жаман адам емес, бірақ мына жердің несін шешпей жатыр. Бір тыңдамайды, алдына барсын. 7 рет бардым, 1 рет орында тұр. По нарастающей болады. Ол деген сөз, сені парамен ұстады дейді ғой, рас па? Сен қайтып мына жерге орналастың, каким образом? Сондай әңгемелер шығады да менен. Халық мен естіген айтып жатырмын ғой. Так что, Байсейітов деген бар, алдына барсан айтады, не алып келе бересің дейді. Біз бәрі электрондық түрде жібереміз ғой дейді. Акт приемка бермей жатыр, частныйға жібереді, частныйға барғанда мынау сенің жерін үлкендеу болып тұр дейді. Госакта басқа размер дейді. Біз баяғыда, мен түсіндіріп өтейін, мен сатып алғанда маған сразу госакты берген жоқ, өйткені мен ақшаны сразу төлей алмадым, бөліп төледім. Сол үшін анау егесі көрсетті бізге, сатқан адам, жерім осындай деп. Біз мына легкий конструкция қып жасадық. Енді облыс әкімнің сөзі бар, бұл тіркеге мұнараға, ДК-ға. Ол айтты, баяғы заманда бұл соққанына 2015-те соқтық легкий конструкцияны. Облыс әкім айтты, баяғы осылай созып жасаған нәрсені генпланды өзгертіңдер деді. Кентаудың генпланын өзгертіп, сондай жасандар деді, положительно, добровольно. Мынау бір барасын земельныйға, бір барасын архитектура, мен машинам жоқ, жаяу. Мен не сонда 10 жыл сандалуым керек па? Бұл қалай болды, Тасып Жандос? Бұл мәселені білесің ба сен? Тасып. Обязательно адам неғылу керек па, жаңа суицид деген сөз бар, сондай жасау керек па? Қалай ойлайсың сен? Так, мен бір мышығым ана ішінде, соған тамақ берейін деп келдім негізі.